Сәлем достар! Бүгін біз 4 аяқты адал достарымыз иттер туралы сөйлесетін боламыз. Иттердің біздің планетамызда көптеген жылдар бойы мекендеген білу қызықты. Олар туралы көбірек білейік. Иттер ең көне үй жануарлардың бірі. Зерттеушілердің пайымдауынша, олар шамамен 15 мың жыл бұрын адам тұрғындарына тамақ пен баспана іздей бастаған жабайы қасқырлардан пайда болған. Бүгінгі күні ит тұқымдарының алуан түрлігі бар, және олардың әрқайсының өзіндік ерекшеліктері мен сипаттамалары бар. Иттердің өлшемдері сондай чихуахуа деп аталатын ең кішкентайдан ирландиялық қасқыр немесе ұлы дания сияқты ең үлкенге дейін өзгереді. Иттер мөлшері бойынша ғана емес, түсі және дене пішіні бойынша да әртүрлі. Олардың пальто қысқа, ұзын, толқынды немесе тіпті үлпілдек болуы мүмкін. Сондай-ақ ерекше аталатын жақтары бар бульдогтар немесе күміс көзді вайманерлер сияқты ерекше белгілері бар тұқымдар бар. Иттер өздерінің иелеріне адалдығымен танымал. Олар ең сүйетін және эмоционалды сенімді жануарлардың бірі. Олар адамдармен тығыз байланыс орнатып, шексіз достық мен қолдау ұсына алады. Махаббат, адалдықтың басқа иттер де ең ақылды жануарлардың бірі болып саналады. Олардың командалар үйрену, нұсқаларды есте сақтау және дағдыларын дамыту қабілеті бар. Осындай ақыл-ой икемділігімен иттер іздеу құтқаруды бастап, ерекше қажеттері бар адамдарды оқыту мен көмектесуге дейін әртүрлі тапсырмалар орындайды. Міне қызықты факт, иттердің керемет сезімдері мен қабілеттері бар. Соның ішінде тамаша ес пен есту қабілеті. Олар қатерлі ісік ауруын анықтай алады, жоғалған адамды таба алады және жақындап келе жатқан қауіп туралы ескертеді. Иттер біздің өмірімізде бақытты және жарқын ететін сенімді серіктердің және достардың бірі. Біз олардың отбасымыздай құрметтеп, қамқорлық жасауымыз керек. Сіз иттер туралы қызықты мәліметтерді білдіңіз деп үміттенемін. Қандай жады болмасын, иттер нағыз меценаттар, гидтер және біздің адал достарымыз. Біздің бейнебаян сізге ақылды және қызықты жаратылыстарды жақсы түсінуге және жақсы көруге көмектеседі деп үміттенеміз. Көргеніңіз үшін рахмет.